Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде ең қарапайым дайындалатын круассанның жасалу жолынан бөлісетін боламын. Круассандарымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Дәл осы рецептімен дайындасаңыздар, сіздерде де осындай круассандар шығады. Осы видео рецепті көңілдеріңізден шықса, видеоның соңында лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды қалдыра кетіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта мен жаңадан шығатын рецептілерімді жіберіп алмас үшін және қоңырау шанында ұмытпай баса кетіңіздер. Круассандарымыздың жұмсақ болып шығу қамырына байланысты. Алдыменен қамырымызды илемес бұрын аштығымызды дайындап аламыз. Дәл осылай ашытып иленген қамырымыз әдемі көтеріледі. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Сүт пенен суымыздың екеуін бірдей мөлшерде аламыз. Сүттен кейін қантымызды саламыз. Қантымыз ергенше тағы да венчикпенен араластырып аламыз. Сүтіміз бен суымыздың үстіне құрғақ аштығымызды саламыз. Аштығымыз әбден ергенше венчикпенен жақсылап араластырып аламыз. Екі ас қасық иіссіз сұйық майымызды құямыз. Екі жұмыртқа пайдаланамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, сарысын круассандарымыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Ағын ғана құямыз. Ал екінші жұмыртқамызды бүтіндей салып, венчикпенен жақсылап араластырамыз. Аштығымыздың бетін осындай пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Аштығымыз дайын болды. Қамырымызды осындай жақсы көтерілген аштығымен илейміз. Қамыр илейтін ұнымызды алдын ала өлшеп, бір рет ситадан өткізіп қойғанмын. Енді екінші мәрте тағы да аштығымыздың үстіне осылай ситадан өткізіп саламыз. Барлығын бірден салмай, біртіндеп салып отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыздың басы біріккен кезде соңғы ұнымызды салып, енді қолымызбенен 6 минуттай қамырымыз әбден біріккенше осылай илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз жұмсақ әрі осындай жылтыр болып шығу керек. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды екі рет қайтарып илеп, басып қоямыз. Үшінші рет көтерілген кезде круассандарымызды дайындаймыз. Қамырымыз үшінші рет көтерілді. Осындай болып көтерілу керек. Қамырымызды енді столдың үстіне кішкене ұн сеуіп, илеп аламыз. Алдымен екіге бөліп, тағы да бірнеше бөліктерге бөлеміз. 10, не болмаса 12 күлше шығу керек. Күлшелеп алған қамырларымызды кеуіп қалмас үшін үстіне осындай сүлгімен жауып, шетінен алып отырып, оқтауменен жайып аламыз. Жайып алған қамырларымызды өте қатты жұқа қылмай, 3 мм шамасындай қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алған қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін ортасына ұн сеуіп қоямыз.
Күлшелеріміздің барлығын жайып алдық. Енді бөлме температурасында жылып тұрған сары майымыздан 1 шай қасық толмаған сары май салып, тегістеп жағып шығамыз. Екінші күлшемізді осы күлшеміздің бетіне беттестіріп жайып саламыз. Оның да бетіне тағы да осындай сары май салып жағып шығамыз. Тек ең соңғы күлшеміздің бетіне ғана сары майымызды жақпаймыз. Круассандарыңыздың өте үлкен болғанын қаласаңыздар, 12 күлшелеріңізді осылай бірден жасайсыздар. Ал егер мен сияқты өте үлкен қаламасаңыздар, алтау-алтаудан бөліп жасайсыздар. Күлшелерімді 6-6-дан 2-ке бөліп алдым. Барлығының арасына май жақшыдым. Тек соңғы бетіне ғана май жақпаймыз. Арасы осындай болып шығады. Екінші бөлігін кеуіп қалмас үшін бетіне шүлгі жауып алып қоямыз. Мына күлшеміздің бетіне кішкене ұн сеуіп, оқтауменен жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Пышақпенен 4-ке бөліп аламыз. Әр бөлген бөлігімізді бірнеше бөлшекке бөлеміз. Ораған кезде көлемді болып шығу үшін шетін осылай пышақпенен кертіп кесіп шығамыз. Салмасына өздеріңіз қалаған тосап болсын, вареный сгущенка болсын сала бересіздер. Қалауларыңызға байланысты. Мен шоколад салып жатырмын. Бүктеген кезде осылай салып, қолымызбен шиыршықтап, созып отырып ораймыз. Дайын болған круассандарымызды противеньге арасын жиылмай осылай дізіп саламыз. Бетін салафанмен жауып, көтерілуге 6-7 минутке қойып қоямыз. Екінші күлшемізді де дәл осылай дайындап аламыз. Круассандарымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған духовкамызға саламыз. Круассандарымыздың ортасы да қатпарлы әрі жұмсақ болып шыққан. Дәл осы рецептпен дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен көптен бері ойымда жүрген осы бір өзім жас кезімде, бала кезімде жеген тамақтың жасалу жолыменен бөлісуді жөн көрдім. Бұрын соғым сойған кезде, күздік сойған кезде әжеміз осылай сол сойылған малдың тоқ шегін жақсылап жуып, айналдырып, осындай тамақ пісіріп беретін. Күздік сойса да, соғым сойса да, әрине сол үйде сол күні қуырдақ пісіріледі. Үлкен қара қазанға қуырдақты пісіріп, малды сойған ағаларымыз сол қуырдақты жеп тарасатын. Қалған өкпе бауырын, шегін майдалап турап, сол малдың шегіне, тоқ шегіне айналдырып, осындай тамақ істеп беретін әжеміз. Міне бүгін сол еске түсіп сіздермен бөлісіп отырмын. Соңғы уақытта әрине қыз келіншектер сіздерге құлақ қағыс. Осы шек қарында аршуғыдай ерініп тастап жатады. Тастамаңыздар, өзіміздің адал малымыз барлығын іске асырып, осылай жасап, тамақ қылып жеуді айналдыру керек әдетімізге. Бұл біздің өзіміздің кәдімгі адал қолдан баққан малымыздың ішкі құрылысы. Тастауға асықпаңыздар. Осылай дайындап, үйдегілерге мантоваркіде не болмаса кәдімгі қазанда қайнатып беріңіздер. Әсіресе мантоваркіде пісірсеңіздер 3 сағат. Енді буда піскен тамақтың әрқашанда жаманы жоқ, әрі пайдалы, әрі дәмді. Алдыменен тоқ шегімізді жақсылап жуып, тазалап бірнеше мәрте іш сыртын айналдырып жақсылап жуып алғанмын.
Сондықтан да уақыт алмау үшін сіздерге оны көрсетуді жөн деп санамадым. Осылай жаймен деп отырып, майын ысырмай шегімізге толтырып аламыз. Бұрын кішкентай бала кезімде әжем мені сенің қолың кішкентай деп мақтап, осылай маған тыққызып қоятын. Бүгін есіме түсіп отыр. Осылай бәрін жақсылап толтырып алып, екі жағын жіппен байлап, өзімізге ыңғайлы етіп әр жерден буып жіппенен байлап аламыз. Байлап алған жерлерімізді пышақпенен кесіп. Бұл жерде мен өкпе бауырды, бүйрегін ешқандай өлшеген жоқпын. Дәміне қарай кәдімгі тұз бұрышын салып айналдыра бересіздер. Сонымен бірге ішектеріңізді мен сияқты ұзын қылмай-ақ, осылай тықпай тұрып, пышақпенен әр жерден өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп алыңыздар. Сосын екі жағын жіппен байлап қайната бересіздер. Ал тұз бен бұрыш өз қалауларыңыз бойынша алып жатқан мына салмаларыңызға қарап, дәмін өздеріңіз көріп сала бересіздер. Басқа ешқандай дәмдеуіш қоспаймыз. Басқа дәмдеуішті ұнатпайды. Тек қана тұз, қара бұрыш, сонымен бірге 3-4 түйір сарымсақ салдым, майдалап турап. Неке шегімізді толтырып алдық. Енді әр жерден жіппенен байлап аламын. Дайын болған шұжығымызды қайнататын ыдысымызға салып, толық батып тұратындай етіп салқын су құямыз. Шұжықтарымызды тесудің қажеті жоқ. Өте қатты нығыздалып салынбаған, сондықтан да жарылып кетпейді. 1,5 ас қасық ас тұзын саламыз. 3-4 түйір лаваш жапырағы, 10 шақты түйір қара бұрыш салып, отқа қоямыз. Алдыменен орта отта жақсылап 10 минуттай қайнатып аламыз. Содан кейін барып астындағы отын басып, 3 сағатқа жуық қайнатамыз. Неке 3 сағатқа жуық қайнаған шегімізді сорпасынан сүзіп алдық. Енді пышақпен кесіп ортасын көрсетейін сіздерге. Ішіне салмасына салған өкпе бауырымыз, жүрегіміз, ішегіміз барлығы тоқ ішектің бойындағы майын сіңіріп алған. Енді дәмі айтарлықтай болып шыққан. Бір мезгіл сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өз басыма қуырғаннан гөрі осылай жасаған ұнайды. Сіздерге де, әсіресе жігіттеріңізге ұнайтыны сөзсіз деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Лайктарыңызды да баса кетіңіздер. Тіркелмегендеріңіз болса, жанда қоңырау шамына басып, қарайтып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да осы ұмыт болып жүрген өзіміздің дәстүрлі тамақтарымыздың жасалу жолымен осы арнамда бөлісетін боламын. Неке ортасын қараңыздар. Толық піскен. Дәмі де енді дәмді болып шыққан. Жүрекке тимейді, өйткені майының бәрін мына ішіндегі салмасы сіңіріп алған. Ысылай күйінде жеу керек, әрине. Тоңдап қалса қайтадан ысытып жей бересіздер. Қалғанын мұздатқышқа салып қойсаңыздар тұра береді. Кез келген уақытта ысытып жей бересіздер. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, тағы да бір өтініш сіздерге, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Осылай бір-бірімізді қолдап отырайық. Алдағы уақытта менің арнамда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Бүгінгі демалыс күніміз өте сәтті өтті десек те болады. Бәрінен де бұрын таза ауада керемет демалып қайттық. Күздің
соңғы айында өзімізге осындай демалыс жарияладық. Ұстаған балығымыздан қуырып жедік, уху жасап іштік. Енді өзімізді бір жақсылап демалдырдық. Ауымызға да біраз балықтар түсті. Жолдан шаршап келгенме қарамастан ертеңге қалдырмайын деп, тазалап алайын деп жатырмын. Қуыратын бөлек, асатын бөлек, осылай айырып аламын. Үстінде қабыршағын ашып алғаннан кейін жонынан жарып, осылай ішегінен тазартып аламыз. Мынау ішіндегі өтін жарып алмай тазалау керек. Ішіндегі өтін жарып алсаңыздар, сорпаңыз өте қышқыл дәмі шығып кетеді. Қуырған кезде де ащы дәм шығады. Мінекей, мынау мөлдіреп тұрған мөлдір шұқа қалтаның ішіндегі өт, осыны жарып алмай өте ұқыпты алу керек. Балықты тазалауда үлкен ептілікті талап етеді. Шортанымызды ертең не болмаса 1-2 күннен кейін хе салатын жасаймын. Ал мөңкелерді айырып, бұлардың да екіге бөліп, қалтаға салып, тоңашқа салып аламын. Осы басында да осының бір сап-сары түймесі болады. Сол түймені де пышақпенен кертіп алып тастау керек. Осы түймеден де өт бөлінеді. Қайнатқан кезде бұл да сорпаға қатты ащы дәм береді. Ал мынандай желбезектерін де алып тастаймыз. Бұл желбезектерінен де батпақтың дәмі шығады. Сондықтан да алып тастаған дұрыс. Мына кереметті қараңыздар. Біраз уақыт болды судан шыққанына, әлі тірі балықтарымыз. Пышақ тиген сайын секіріп шоршып жатыр. Бүгін өздеріңізге ескерткендей шортан балығымыздан хе жасаймын. Хе по-корейски жасаймын. Рецептісін сіздермен бөлісуді жөн көрдім бүгін. Балығымыздың басын бөлек кесіп алып, онан бөлек қалтаға салып қоямын. Одан кейін қайнатып уху жасаймыз. Әдетте көпшілігі балықты базардан сатып әкелсе де, не болмаса аулап алса да, сол келген күні осылай хе жасайды екен. Мен олай жасамаймын. Қанша дегенмен де ешқандай өңдеуден өтпегеннен кейін қауіпсіздік шарасын сақтап, мен 1-2 күн мұздатқышқа қалтаға салып тастаймын. 1-2 күннен кейін барып, әбден мұздағасын барып, ертіп жасаймын. Мінекей балығымызды кеше түнде шығарып қойғанмын, еріп жақсы болып тұр екен. Бастарын алып тастаймын, басын, сүйектерін бәрін алып, басқа қалтаға салып, оны енді сорпаға жіберемін. Ал филесін осындай брусоктар қылып кесіп аламын. Балығымызды бірнеше мәрте жуып алдық. Енді суынан сорғытып аламыз. Үстіне 2 ас қасық 70% сірке суын құйып, араластырып, бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Арасында астын үстіне шығарып, араластырып қоюды ұмытпаймыз. Сірке суында піскен балығымыздың түсі осындай әппақ болады. Енді осы өзінен бөлінген суынан тағы да осылай басқа бір ыдысқа балығымызды осылай алып аламыз. Салатымызға дәм беретін 1 ас қасық қарабұрыш, 1 ас қасық паприка, 1 ас қасық кориандр және 5 түйір сарымсақ алдым. Сонымен бірге салатымызға ерекше дәм беру үшін для корейский салат дейтін осындай заправканы де қосатын боламын.
Дәмдеуіштеріміздің үстіне 5 ас қасық соя тұздығын құямын. Соя тұздығы хемімізге ерекше дәм береді. Біраз қасық ас тұзын салуды ұмытпаңыздар. Мына жерде видеоға түспей қалған екен. Араластырып алғаннан соң енді салатымызды 20 минутке қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында жуамызбенен сәбізімізді дайындап аламын. Жуа көпті кетпейді бұл салатқа. Бір үлкен бас жуаменен орташа басын алдым. Үлкен 4-ке бөлдім, ал орташаны 2-ке бөліп, шұқалап турап алдым. Ал сәбізді үккіштің ірі көзінен өткіздім. Турап алған жуамызбенен сәбізімізді баламыздың үстіне салып, астын үстіне шығарып, жақсылап араластырамыз. Салатымызды араластырып алдық. Енді табада қатты қызып тұрған иісті сұйық майымызды құямын. Біздің үйдегілер енді сұйық майды ұнатпайтындықтан өте аз мөлшерде 30 мл ғана қыздырып құйып жатырмын. Егер де балықтарыңыздың салмағы 1 келі 700, 1 келі 800 болатын болса, 70 мл-ге шейін сұйық майыңызды қыздырып құйсаңыздар болады. Тағы да араластырамыз. Енді ең соңынан для корейский салатов заправкасын саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Тұзын, дәмін тағы да бір рет көріп жібереміз. Қайсысы кем, соны тағы да бір рет салып жіберіңіздер. Енді дайын болған салаттарыңыздың бетін жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей салатымыз да дайын болды. Нағыз по-корейский болып шыққан екен. Дәмі де, иісі де енді керемет. Егер де салаттарыңыздың өткір болғанын тағы да қаласаңыздар, 1 шай қасық ащы бұрыш салып жіберіңіздер. Мен салған жоқпын, бізге осылай ұнайды. Дайын болған салатымызды банкіге салып, тоңазытқышта сақтаймын. Егер де видео көңілдеріңізден шықса, видеоның астында лайктарыңызды баса кеттіңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңыраушаны басып, қарайтып кетіңіздер. Сол кезде менің келесі шығатын видеоларымды жіберіп алмайсыз. Егер видео ұнаса, тағы да лайктарыңызды, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.
Қайырлы күн, менің тұрақты оқырмандарым және арнамның қонақтары. Бүгін сіздерменен өзімнің көптен бергі ойымда жүрген видеомның сәті түскендей, жолдасымыз екеуміздің алға қойған осы бір мақсаттарымыздың бірі немерелерімізге өзіміздің еліміздің табиғатыменен және мәдени мұраларымен таныстыру мақсатында осылай елімізді аралап шығамыз деген ойымыз бар еді. Бүгін сәті түскендей балаларымыздың жазғы демалысын ұтырлы пайдалану мақсатында бүгін таңертең ертеменен ертелге жолға шықтық. Шықпай-ақ жатып-ақ үйімізді сағына бастадық. Алдымызда керемет жаңалықтар болады деп үміттеніп келе жатырмыз. Құдайым бізге жол амандығын берсін. Бізге сәт сапар тілеп қойыңыздар. Алдымызда ұзақ жол. Өзіміздің әсем сыр бойындағы керемет қаламыз Қызылорданы артқа тастап, Түркістан облысына жақындадық. Түркістан өзі соңғы уақытта керемет әдемі қалаға айналған. Сонымен бірге Шымкент облысының керемет сұлу табиғатын неке тамашалап келеміз. Жап-жасыл керемет табиғат. Жолай көлік ішінде жолдасымыз екеуміз еш жерге алаңдамастан, ешқандай қалаға соқпастан Көлсайға баруды ұйғардық. Саты ауылы, Саты ауылына өтіп барамыз. Неке өзіміздің керемет әсем сұлу Көлсайымызға да жақындап қалдық. Тек тамақ ішуге тоқтамасақ, ешқандай қалаға кіріп аялдаған жоқпыз. Неке Көлсайымызға аман-есен табанымыз дейді. Солай осылай ақ шаңқан киіз үйлер тігіп тастаған. Біз жоғарыда көтеріліп барамыз. Енді табиғаттың сұлулығына айтып жеткізу тілменен мүмкін емес. Келген сайын ғашық болудан біздер шаршамаймыз, жолдасымыз екеуміз. Тіпті кейбір жылдары осы Алматы облысына қоныс аударуға да ойланып қойғанбыз. Бізден де басқа келіп жатқан қонақтар өте көп болды. Әсіресе шетелдік қонақтар өте көп болды. Әсіресе балдардың қуанышында шегі жоқ. Қараңыздар. Бай қарап отырсаңыздар, үйлер қисық салынған сияқты. Барып қарасаңыздар, тіп-тік үйлер. Қасына барып жақындап қарасаңыздар, кәдімгідей тіп-тік үйлер. Алдыменен қонатын жерімізді шешіп алу мақсатында отельдерінде бағаларымен сұрастырып отырдық жолай. Саты ауылында қонып, Көлсайға ертеңіне келуге де болады еді, бірақ та біз барынша Көлсайдың өзінің де қонуды ұйғардық. Осыдан 2 жыл бұрын келгенімізде соңғы үлгідегі отельдер болған жоқ еді. Тек қана киіз үйлер болатын. Сол кезде де киіз үйдің бағалары да аса қатты арзан болған жоқ. Әсіресе демалыс күндері тіпті жоғары бағаны айтатын тұғын. Бізде енді осы табиғат аясына келгесін киіз үйде қонуға шешім қабылдадық. Көлсай көлі Алматы қаласынан 300 шақырым шамамен қашықта орналасқан. Жоңғар алатауының солтүстік етегінде орналасқан. Ұлттық парк құрамына кіреді. Яғни мемлекеттік қараудағы парк. Сондықтан да ешқандай бұл жерде ретсіз қылықтар жасауға, бүлдіруге, табиғатымызды
ешқандай жол берілмейді. Бәрін видео камерамен қарап отырылады. Көліміздің пайда болу себебі жер сілкінісінен деп айтылады. Қайыңды өзені мен Көлсай өзенінің арнасына 1887 жылы және 1911 жылдары су қоймалары түзіліп, 3 көл пайда болған. Флора мен фауна жағына келетін болсақ, ұлттық паркімізде 700-ден аса өсімдік түрі бар екен, және 200-ден аса жыртқыш жануарлар менен құстар бар екен. Соның ішінде қарбарыс да бар екен. Өте керемет сұлу табиғат. Енді тек қана келіп көру керек. Табиғаты қандай сұлу болса, мінезі де құбылмалы екен. Қазір күн жарқырап тұрса, шамалыдан кейін, 5 минуттан кейін жаңбыр жауып кетуі де ғажап емес. Ал көлдің түсін қарасаңыздар, кәдімгі изумруд тастың түсіндей. Көлге түсуге рұқсат жоқ. Ешқандай рұқсат жоқ. Тек қана катамаранмен ғана, өзінің уақытысымен ғана серуендеуге болады. Біз барған кезде күн ашық тұр еді. Керек 10 минуттан кейін жаңбырда жауып кетті. Біршама аралағаннан кейін, тамағымызды ішіп алғаннан кейін, балдармен бірге катамаранға отырдық. 40 минутына 10 мың теңге екен. Әрине бағалары бұл жердің енді өте қатты арзан деп айта алмаймын. Енді кімнің аңсары ауады, сол енді отырады катамаранға. Керемет. Тап-таза мөлдір судың ортасында, екі жағыңыз тау. Аспанға қарасаңыз, көк аспанда ақша бұлттар, екі жағыңызда тауды, тасты жарып шыққан осындай қалың орман шырша, әртүрлі шөп, әртүрлі құстардың ба, білмедім, аңдардың ба даусы жаңғырып арасында шығып тұрды. Керемет көрініс. Енді осылай тамсануменен 40 минутымызды өткіздік. Ертеңге тағы да отырамыз деп 40 минутымызды өткеріп, тағы да жағаға шықтық. Енді таза ауа керемет көңілімізді көтеріп, қуанып, балдарға шейін өздеріне үлкен эмоция алды. Анымыздан түскеннен кейін атқа міндік. Енді бұрын соңды атқа мініп көрмеген балдар ерекше қуанды. Таудың үсті жазық екен. Былай қарасаңыз, таудың үстіне қалай мінуге болады деп ойлайсыз, бірақ та үстіне мінгенде үсті жазық екен. Балалар қуанып, мәз болып, видеоларына түсіріп, суретке түсіріп, бірін-бірі осылай жарты сағат серуендеттім. 1 сағатқа да мүмкіншілік бар еді, бірақ бірінші рет мініп тұрғаннан кейін жарты сағатпен шектелдік. Жарты сағаты 7 мың теңгеден басталады екен адам басына. Осылай сағатына байланысты 40 мың, 50 мыңға шейін кетеді екен. Балдардың қуанышы енді шексіз. Осылай атпенен серуендеп бір күнімізді аяқтадық. Тауда кешімізді өте көңілді өткіздік. Өзіміздің жалға алған киізімізге барып, кешкі асымызды ішіп, ұйықтауға жаттық. Ұйқымыз азанда, енді түк шаршамағандай болып тұрдық. Керемет ауа, кислород көп. Деген мақсатымыз қайыңды да бұрын соңды болған емеспіз. Осылай Көлсайға рахметімізді айтып, жаратқанға ризашылығымызды білдіріп, балаларымызға шейін Көлсайға рахметін айтып, иеліп, біз тағы келеміз деп, ерекше сезімменен, қимастық сезімменен қол бұлғап, көлігімізге отырдық. Ендігі мақсатымыз қайыңдының барып, кереметін көру. Бізге Құдайым жол берсін. Қайыңды да кешкенге шейін, достарым.
менің екінші видеомды күтіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде соңғы кезде мерекелік дастархандарымыздың сәнін келтіріп жүрген ең тәтті әрі әдемі хит болған восточный пирогымның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте тәтті болып шығатын, үлкенге де кішіге де ұнайтын, ауызға салса еритін осы восточный пирогының жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанда қоңырау шанында ұмытпай басып кетіңіз. Сол кезде менің жаңадан шығатын видео рецептімді бірінші болып сіз көретін боласыз. Пирогымызды пісіретін ұнымызды міндетті түрде ситыдан өткізіп аламыз. Ұнымыздың салмағы 300 грамм. Пирогымыздың қамырын дайындау үшін бізге керек болады қант, қопсытқыш, 1 түйір жұмыртқа және май. Майдың аса қатты қымбат түрінен емес, осындай закрома түрінен алдым. Егер де сары майыңыз болмай жатса, жақсы маргаринмен де алмастыруға болады. Бөлме температурасындағы майымызды ұнның үстіне салып, қолымызбен әбден езіп, жақсылап араластырып аламыз. Май мен қамырымызды осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, енді үстіне қантымызды, қопсытқышымызды салып, тағы да қолымызбен әбден езіп, жақсылап араластырамыз. Ең соңында қамырымыз осындай біркелкі, күріштің көлеміндей ғана түйіршік біркелкі болып шығу керек. Қантпенен, майменен әбден жақсы араласқан қамырымыз осындай болып шығу керек. Енді үстіне 1 түйір жұмыртқамызды салып, қамырымызды илейміз. Жақсы біріккен қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Енді осы қамырымызды салған қалтаға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пирогымыздың аты айтып тұрғандай, салмасына осындай кептірілген жемістер пайдаланамыз. Үйіңізде қандай кептірілген жемістер бар, не болмаса өзіңіз ұнататын кептірілген жемістің барлық түрін пайдалана бересіздер. Алдыменен барлығын жақсылап жуып кептіріп аламыз. Қосатын грек жаңғағымызды да жуып алғаннан кейін духовкада қыздырып қуырып аламыз. Әрі таза болады, әрі дәмдірек болады. Кептірілген жемістерімізді осылай етіп, майдалап, көбіктеп турап аламыз. Жемістеріміздің барлығын майдалап турап алдық. Мейізімізді осылай бүтін күйінде саламыз.
Кептірілген шиеміздің майдаларын екіге бөліп, үлкендерін 3-4 бөлікке бөлеміз. Жаңғағымызды да пышақтың жүзімен осылай өте қатты майдаламай турап аламыз. Жемістерімізді осылай қасықпенен жақсылап араластырып аламыз. Кейбір кездері дайын болған пирогымызды формадан алу қиынырақ болып жатады. Мен сіздерге бір лайфхак, кішкене ғана осындай майда алып, алдын ала формамыздың ішін жақсылап майлап шығамыз. Формамызды майлап алдық. Енді қалтадағы қамырымызды алып, формамызға салып, қолымызбенен жайып шығамыз. Қамырымызды осылай біркелкі етіп, формамызға жайып алдық. Енді піскен кезде қамырымыз көтеріліп кетпес үшін шанышқымен осылай әр жерден шаншып шығамыз. Қамырымызды формамызға осылай жақсылап жайып алғаннан кейін, енді кептірілген жемісіміздің тек қана жартысын саламыз. Жартысын салып, қасықпен тегістеп жіберіп, үстіне қойылған сүтіміздің жартысын құямыз. Қайтадан үстіне жемісімізді салып, сүтіміздің қалғанын құйып, қасықпенен осылай жайып, тегістеп аламыз. Жидектерімізді тегістеп салып шыққаннан соң, қалған қойылған сүтімізді қасықпенен бетіне тегістеп жағып шығамыз. Сүтіміз біркелкі сіңу үшін кішкене осылай столдың үстінде сәл-пәл ұрғылап аламыз. Осы уақыт аралығында духовкамызды қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Әркімнің пеші әртүрлі қызады. 200 градус ыстықта қызып тұрған духовкамызда пирогымызды 35-40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды да духовкада ұзаққа қалдырмаймыз. Пирогымыздың құрамындағы тәтті сүт пирогымызды күйдіріп жібереді. Сондықтан да пісу бойына бірден алуды ұмытпаймыз. Піскен пирогымызды да міндетті түрде 3-4 сағатқа суытып барып формасынан аламыз. Пирогымызды пісіретін ыдысымыз осындай съемный болу керек, не болмаса бір жағынан ашылатын болу керек. Бағанағы видео барысында өзім көрсеткен лайфхагымыздың арқасында пирогымыз оп-оңай алынды. Неке пирогымыз дайын болды. Өте тәтті әрі әдемі шықты. Барлығына ұнайтыны сөзсіз, осы рецептпен міндетті түрде дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Іске сәт. Видеоны соңына дейін көргендерің үшін көп-көп рахмет. Қолдап кеткендерің үшін де көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман, саулықта болайық. Көлсай сапарымызды сәтімен аяқтап, ендігі бағытымыз Қайыңды көлі. Қайыңды көліне бірден бара алмайды екенбіз. Әуелі Саты ауылына соғып, Саты ауылынан жоғары қайтадан көтерілу керек екен. Дәл сол жерлерде көптеген таксисттер тұрды. Таксист болғанда бұл жерде енді кез келген автокөлік бара алмайды екен. Тек қана Совет одағы кезіндегі жоғарғы биік автобустар тұрды. Бірақ сол жердегі жігіттер бізге сіздердің машиналарыңызбенен баруға болады деп кеңес берді. Сонымен сол жігіттердің айтқанымен, сол жігіттердің артына бізде ердік. Біресе төмен, біресе жоғарғы.
Қайыңдының аумағына да ендік. Екі өзеннен өттік. Екі өзеннің біреуі тереңдеу, біреуі сәл-пәл тайыздау екен. Мінекей Қайыңдының кереметі басталды. Тым-тырыс тыныштық, жан тыныштығы осы жерде. Керемет табиғат. Қайыңды көлі Алматы облысындағы Көлсай көлдерінің біріндегі табиғи көл. Яғни бұл көлде жер сілкінісінен пайда болған. Бұл көлді кейде затонувший лес деп те атайды. Олай аталу себебі көлдің ортасында шыршалар, ешқандай жапырағы жоқ. Өліп қалған шыршалар, бірақ судың ортасында тұр. Бұл неге құламайды десек, күн түспегеннен кейін осылай ұзақ өмір сүріп тұр екен. Жұмбақ, тылсым. Енді бұл да бір өзінше бір ерекше сұлу көл. Түсі де Көлсай көліндей изумруд түстес. Арман қарата жүрдік. Ағып жатқан өзеннің өзі тастай су болды. Осы жерде көп туристер уже көп екен. Әрине туристердің 90% шетелдіктер, тек 10% ғана қазақтар болдық. Өз жерімізде, өз табиғатымызды тамашалауға асықпайтынымыздың бұл да бір көрінісі шығар деп ойлап кеттім. Орман сонымен бірге сұлулығымен бірге дәрілік шөптерге бай екен. Қай жағыңызға қарасаңыз да осындай тұмса табиғат. Енді қанша қарасаңыз да көз тоймайтын сұлулық. Кішкене отырып, скверде отырып, дамылдап сол жерде видеоға түсіріп, суретке түсіп, тыныстап біраз демалып отырдық. Ауа сондай енді өте жағымды тұнық. Тұмса табиғаттың әдемілігін тамашалап біраз отырдық. Дәл сол кезде енді жаңбыр да жауып кетті. Қайтамыз, жаңбыр өтіп уже. Қайтамыз, ата. Айтын киме қойшы потом. Алиса это. Давай, пока. Дальше что с вами? Надо вниз? Да. Осы жерде тағы да серуендеп жүріп, Калифорниядан келген екі американдықпен таныстық. Қызым Саям ағылшын тіліне соңғы уақытта көңіл бөліп жүреді. Өзінің бар жеткенше калифорниялық ағасымен кішкене сұхбат құрды. Осындай табиғаты бар, осындай керемет сұлу Қайыңды көлі бар. Сендер бақыттысыңдар деп менің қызыма мақтауларын айтып жатты. Сол жерде өздері біраз мен түсінбедім сөздеріне, қызым біраз әңгімелесті. Енді керемет көңіл күй, эмоция енді жоғарғыда деп
сондай бір өзінің көңіл күйін білдіріп жатты. Осылай сұраққа қарата беттедік. Енді өзімізді шынында да мақтаныш сезімі сезіндік осындай жерде өмір сүріп жатқанымызға. Құдайым тағы да бізге осы жерге келуді нәсіп етсін. Мінекей осындай қаншама туристер, қаншама шақырым жолды артқа тастап, жолдың ұзақтығына қарамай, қиындығына қарамай, біздің осы сұлу табиғатымызды тамашалауға келіп жатқан кезде, біздің енді бірінші келуіміз әрине ұяттау болды. Сонымен қайтадан өзіміздің машинамызға келіп, Алматыға қаратар бағыт алдық. Енді жолай Шарын шатқалына баруды ойластырып келеміз. Мынау енді қайыңды десе қайыңды екен. Енді тек қана бір ғана бөлшегін ғана көргендейміз. Қайыңдыға тағы да қош деп, қимас сезімменен қайыңдыны артқа тастап, Шарын шатқалына бет түзедік. Осы жерге келіп көруді барлығыңызға да нәсіп етсін. Келіңіздер, көріңіздер. Көзбен көргенге ештеме жетпейді. Дәл осы жерде қанша сезінсеңіздер де, енді мен айтқан сұлулықты сезе алмайсыздар. Бәріңізді де осы табиғатымызды тамашалауға асыңыздар дер едім. Келесі Шарын шатқалында қандай қызықтар болатынын білмеймін. Бұрын болдым, өзім бір рет, бірақ та онша қатты әсерде болған емеспін. Бірақ енді немерелеріме көрсету мақсатында міндетті түрде Шарын шатқалына барамыз деп шештік. Бізге сәт сапар. Келесі менің видеомда кездескенше аман саулықта болайық. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса отырыңыздар.
қарайды сіздерге. Тасын қалай болып піскен. Мына қараңыздар. Бұғырасын қараңыздар. Нағыз чиабата. Көрсіңіздер ме? Толық піскен, мына қараңыздар. Бір несі жоқ.